Құрметті достар, бүгін чай көрпешеге арналған оюды қалай сызу керек, соны көрсететін боламын. Бұл жерде екі оюды бір-біріне біріктіріп сызамыз, яғни үйлестіреміз. Сіздерге қаншалықты өлшем керек, сол өлшемді дайындап алып, төрт бұрыш тап соны төртке бүктейміз қағазымызды. Бұл қазіргі размеріміз примерно 40-40-қа келеді. Егерде сіздерде 70-ге келетін болса, онда екі шеттерін 70 сантиметр тік төрт бұрышты қағаз дайындап, соны төртке бүктеп сызып бастасаңыздар болады. Енді көлемі қалай келу керек? Ақырындап келістіріп аламыз. Қалай бүктеу керек барлығын сіздерде алдыңғы сабақта айттым, егерде түсінбеген болсаңыздар, алдыңғы видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Қараңыздар, мына жерде екі түрлі ою. Бұны біз ортасы бар ғой, сол жермен бір-бірін біріктіретін боламыз. Сол уақытта біздің шай көрпешеге арналған оюымыз әдемі шығатын болады. Енді мінекей формасын келістірдік. Енді жақсылап бастырып, ойықтарын келістіріп шығамыз. Бастапқыдағы қарапайым оюлардан бастап осылай сызып бастасаңыздар, нәтижеге жетесіздер. Көптеген қыздарым дайректке, WhatsApp-қа фотоотчеттарын жіберіп жатыр, өте керемет. Сіздер де осылай сызып үйреніңіздер. Мінекей осылай келістіріп аламыз оюларды. Яғни қағазды төртке бүктедік, оны тағы да екіге бүктеу арқылы бір шетіне бір оюды, екінші шетіне екінші оюымызды сызып алдық, Мінекей. Осылай келістіріп аласыздар. Мені білесіздер, үнемі қаламмен сыза берем, Сіздерде біраз қыздарым қаламмен сызып, сондай әдемі үйлеседі екен, тез сызылады екен деп айтып жатыр. Енді қайшымен кесіп аламыз. Әдеттегідей басы ойық қайшы жақсы кескен кезде. Біз бір шетін ғана, бір шет бөлігін ғана кесіп жатырмыз. Екінші бөлігін қазір дәл осы оюымызды бастырып кесіп аламыз. Сол уақытта біздің оюымыз толықтай шығатын болады. Ою сызу ешқандай қиын емес. Менімен бірге үйренсеңіздер, ешқандай қиын болмайды. Және де сіздерге бүгіннен бастап 50-ге жуық осындай оюларымның көрпешеге, жастықшаға арналған оюларымның ликаларын сыйлыққа беретін боламын. Әрине, шарттары өте оңай. Парақшамда міндетті түрде тіркелген болуыңыз керек. Лайк басып сақтап аласыздар, комментария қалдырасыздар, және де осы видеоны стористеріңізде бөлісесіздер. Содан кейін мен сіздерге 50-ге жуық оюлардың ликаласына доступ беретін боламын. Принтерден шығарып алып, кез келген уақытыңызда пайдалансаңыз болады. Неке астыңғы бөлігі сәл қисайып бара жатқаннан кейін, мен астыңғы бөлігін қойып кеттім да, енді осылай сызып, келістіріп, қайтадан кесіп аламыз. Яғни қисайып бара жатса, мына қағазыңыз дұрыс болмай тұрса, онда осылай үстіңгі бөлігін тағы дұрыстап кесіп алып, сосын кейін астыңғы бөлігін бастырып кесіп алсаңыздар болады. Сонда төрт шеті бірдей теңдей болады да, жаңағыдай қағазымыз қисық болса, оюымыз қисық түсіп қалады. Сол себепті оның барлығын ескеруіміз қажет. Енді мінекей қалған жартысын осылай бастырып шығамыз.
бізде мысалға 4 қырлы оюларды, 5 қырлы оюларды барлығын көрсеттім, иә. Барлық оюларда біз тек қана тең жарты бөліктерін, тек жаңа бұрыш, жаңа қанша не керек, жаңағындай қабатты оюлар керек, соның барлығын қағазды реттеп алып, теңдей жартысын ғана сызамыз, қалған бөліктерін түзу етіп кесіп шығамыз. Барлығы оңай. Осылай кесіп дайындайсыздар. Сонымен біздің шай көшпесшіге арналған оюымыз қазір дайын болады. Мінекей 4 шеті теңдей болып тұр. Сіздер де осылай сызып алсаңыздар болады, немесе осы шарттарды орындау арқылы менің лекалаларыма тегін сыйлыққа қол жеткізсеңіздер болады. Сіздерге сәттілік. Парақшама жазылуды ұмытпаңыздар.